Нұр Отан партиясының хатшысы Илья Теренченко қызметтік сапар барысында Теміртау қаласына ат басын тіреді. Партия хатшысы Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінде қонақ болып, мемлекет басшысы оқып бітірген жоғары оқу орнындағы мұражайды және партия қолдауымен ашылған IT сыныптарды тамашалап қайтты. В рамках рабочей поездки мы сегодня провели отчетно-выборную конференцию в городе Караганде. Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың шешімімен тағайындалған жаңа қызметіме байланысты бүгін қызметтік іс-сапармен Теміртау қаласына келдік. 14 және 15 қарашада жоспарланып отырған бастауыш партия ұйымының алғашқы форумында мыңдаған қатысушы болды. Елбасымыз еңбек жолын бастаған қаладағы Қарағанды мемлекеттік индустриалды университетінде өткен іс-сапарда форумда ұсынылатын жоспарлар, елбасы жолдауында берілген тапсырмалар жайында және партия мүшелерінің даулы мәселелері талқыланды. Жиын барысында 14 және 15 қарашада өтетін бастауыш партия ұйымының алғашқы форумында ұсынылатын бірнеше жобалар талқыланды. Осыған сәйкес, өңірдегі атқарылған жұмыстардың жөн жобасымен таныстыру үшін бірқатар партия өкілдеріне сөз берілді. Сегодня с рабочим визитом в Карагандинской области побывал секретарь партии Нур Отан Теренченко Илья Сергеевич. Бүгін қызметтік іс-сапармен Қарағанды облысына Нұр Отан партиясының хатшысы Теренченко Илья Сергеевич келді. Ол Қарағанды облысының қорытынды жиынында қатысып, біздің университетімізге қонақ болып қайтты. Біздің көптеген оқытушыларымыз Нұр Отан партиясының бастауыш ұйым өкілдері болып танылады. Нұр Отан партиясы, өздеріңіз білетіндей, Қазақстанның ірі саяси партиясы. Сол себепті біздің жоғарғы оқу орнымыз партияның барлық жобаларына атсалысып, көптеген іс-шараларға белсенді атсалысып отырады. Ал бүгін қызметтік іс-сапармен келген қонағымызға университеттің осы уақытқа дейінгі жеткен беделді жетістіктермен таныстырып, партияға қатысты бірнеше маңызды мәселелер талқыланды. Жиын соңында партия жолында атқарылып жатқан жобаларға партия хатшысы оң көзқарасын білдіріп, жергілікті партия өкілдерімен естелікке суретке түсті.